Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен өзімнің палауды қалай дайындайтынымды көрсететін боламын. Әркімнің жасалу әдісі әртүрлі, енді мен сіздерге өзімнің қалай жасайтынымды көрсететін боламын. Ол үшін ет, сәбіз, күріш, чеснок, май, пияз, нут, яғни ноқат деп аталады, және де дәмдеуші қажет болады. Қазанымызға май құямыз. Қызған майымызға етімізді салып қызарғанша қойып. Күрішімізді жақсылап жуып, салқын су құйып, тұз салып қойып қоямыз. Күрішіңіздің қоңырқай түсті болған қаласаңыз, пиязыңызды кішкене сарғайғанша қуырып аласыз. Үстіне туралған сәбіздерімізді салып, аз ғана уақыт қуырамыз. Қатты уақыт қуырып, сәбізді жұмсартып жіберуге болмайды. Енді кезекте ноқатымызды саламыз. Ноқатты мен алдын ала суға салып қойған, бір күн бұрын ісініп дайын тұр. Енді дәмдеуіштерімізді қосамыз. Палауға арналған тұз саламыз, және де суымызды құйып, отымызды баяулатып, етіміз піскенше пісіреміз. Қайнағаннан соң бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Енді осы кезде мейіз қосатын болсаңыздар, мейізімізді салып жібереміз. Отымыздың астын қатты қойып, күрішімізді бір тегіс етіп салып шығамыз. Күрішіміз толықтай суға батып тұру қажет. Чесногымызды жуып аламыз жақсылап. Жаңағы суы сәл тартылған күрішіміздің араларын тесіп шығамыз. Және де чесногымызды орналастырамыз. Крышкамызға осылайынан пленканы кигізіп қойып жапсаңыздар, буы шықпайтын болады. Күрішімізді бұқтырып қоямыз. Жай отта піскенше, суы тартылғанша отты өшірмейміз. Мінекей біздің күрішіміз дайын. Осылай шашылып, керемет болып піседі. Міндетті түрде осылайынан жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған Оспан, Диана. Ұнатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.